Қазақстан мен Қытай екі жақты визасыз режим енгізуі мүмкін. Шекарадан өткен соң Қытай аумағында біздің азаматтардың 30 күнге дейін емін-еркін жүруіне болады. Мұндай ереже еліміздің аумағына келген қытайлықтарға да қатысты. Жақсы ғой бұның барлығы, енді елімізге туризм дамиды, анау мынау деп айтып жатыр ғой. Бір Қытай пәленбай миллион ақшаға кеп тастайды деген әңгімелер жүріп жатыр, Құлаққа жақсы естіледі, бірақ бұндағы бір подводный камни дейді ғой, судың астындағы бір тастардың астында бір бізге айтылмайтын бір әңгімелер бар ғой. Ол не деген? Мысалы, мұнда келген қытайлар келет, олардың тарихында, олардың жағрафиясында үйретіп жатыр, Қытайдың территориясы осы Қазақстанның жартысы дегендей мысалы. Олар келген қытайлар не дейді сол кезде? Қазақстанға келдік дей ма, жоқ әлде Қытайдың бір жеріне келдік дей ма? Екіншіден, бұнда келген біздің елімізді көріп кетейін деген Қытай киносына бір аппетиті ашылып, осы жерімізге көзі тағы да тігілмей ма деген сұрақ. Содан ол бір келген Қытай келесі жолы бұнда бір жұмыс істейін, қазақтың бір қара домалақ бір қызын алып, үйленіп қалайын, азаматтықты алайын деген жоспармен тағы да желаниясы ашыла ма екен? Қалай ойлайсыздар? Сондықтан да білмедім мен, туризм дамытсақ дамытайық, бірақ енді бұндай жолмен емес шығар. Өйткені 2 миллиардқа жуық Қытайын келсе, амнияқта бір 20 миллионға жетпеген қазақстандық қаншалықты Қытайға барады? Қалай ойлайсыздар? Ойланатын жағдай.